қуанышты болып жатырмын. Мен егерде ойлаңыз, мен қуанышты болсам, мен барлық адамдарға жақсылық жасағым келеді. Сондықтан әрқашанда қуанышпен, шаттықпен, күнде сондай күлімдеп жүру керек. Келісесіңдер ме? Келісеміз. Қане бірімізге қарап көрейікші, біз өте қуаныштымыз бірімізді көруге. Енді балалар, мен сендерді көзімізді жұмайықшы. Ертіс жағасына келдік. Ауасы қандай керемет. Самал жел бетімізді аймалап тұр. Соқпақ жолға шығып, Қарағай орманына келе жатырмыз. Қарағай орманын іші қандай ғажап десеш. Таза, шипалы ауаны терең демалайықшы. Шипалы ауа бізді қуанышқа, шаттыққа, махаббатқа толықтырады. Туған өлкеміздің табиғаты қандай керемет. Осы сезіммен көзімізді ашайықшы. Балалар, сендер не сездіңдер? Бетімді жер сипағанын сездім. Тамаша, так мені? Бетімді. Тамаша. Жаманбек, жүрші, мен сені керемет бағалмен таныстырамын. Сәлеметсіздер, достар. Сәлеметсіздер. Сендер не істеп жүрсіңдер? Балалар, сендер не істеп жүрсіңдер? Мен қайда алып келіп? Мынау кішкентай балалар маған не қызық көрсетеді? Маған жалғыз болған қызықты. Неге? Тұлғаларды атам, ағасты сындырамын. Қандай бала? Жақсы. Тамаша, тамаша. Қамқор. Тамаша, келсем. Қамқоршы бала. Тағы қандай бала? Дұрыс, кешірімді бала. Шыншыл бала. Көрдің бе? Деңіз, жаман болу көңілді. Жаманбек, балалар, бәріміз үстел басына жайғасайықшы. Мен сендерге, балалар, мен сендерді бір керемет ертегімен таныстырамын. Тышқан мен арыстан. Мені кім оятты? Арыстан, мені жемеші. Бір жолға мені кешірші. Мен сіздің қызметіңізге жарап қалармын. Кішкентай тышқан қандай қызметке жарайсың сен? Жарайды, жүре бер. Рахмет, Арыстан. Көмектесіңдер. Арыстан, сені аңшылар ұстап алды ма? Мен қазір мына торды кесіп кеміріп босатамын сені. Сен мені құтқардың. Енді біз дос боламыз. Ал ертегі не туралы? Олар не істеді екен? Тышқан мен арыстан. Тышқан кішкентай болса да, арыстанға Дұрыс балалар. Қараңдаршы балалар, сендер де балалар, кішкентай болсаңдар да, сендерден де көп көмек тиюі мүмкін. Сендермен бір ойын ойнағым келеді. Жақсы іс-әрекеттер. Қараңдаршы мына күннің көзіне. Не жетпейді? Күн сәулесі жетпейді, балалар? Олай болса, бұл күнді біз көңілдетейік. Бір-бірден кеп, мына жүрекшелерді алып, сәулелерін жапсырайық. Үлкендерге құрмет көрсету. Тамаша. Ақсуымыз жайнап берсін. Тамаша. Өте жақсы балалар. Бар, осындай бір дәйек сөз бар. Жақсылық жанға қуат. Балалар, біз жақсылық жасасақ, біздің бар ғой өзіміз
өзімізді сондай қуатты, күшті болып сезінеміз. Жақсылық деген ол не? Балалар, олай болса, Жаманбекке түсіндіру үшін осындай ойын ойнайық. Балалар қазір түсіндіреді, жақсы және жаманды. Жақсы, жаман деген ойын. Қараңдар. Ізгі істер. Жақсы. Табиғатты ластау. Жаман. Табиғатқа қамқор болу. Жақсы. Отбасынды сыйлау. Жақсы. Үлкендерге құрмет көрсету. Жақсы. Бәрімен төбелесу. Жаман. Құстарды ату. Жаман. Жақсылық ол адал еңбек ету. Адал еңбек деген ол не? Балалар, қараңдаршы мына бейнеге. Өз еңбегі туралы әңгімелейді. Мен сіздерге Ақсу қаласының орталық кітапханасына онлайн сабақ Айсаның анасы. еліміздің болашағы білімді және сауатты, ақылды, отан сүйгіш азамат болсаңыздар, мен оған үлес қоссам, мен өте мақтанамын. Келесі бейне. Менің әкем. Мен өз еңбегімді өте қадір етемін. Біз металл балқытамыз. Мен Қазақстан еліне біраз қол ұшымды білдіргенді өте бақыттымын. Тамаша видеоға назар қояйық. Кім бұл? Жанияның апасы. Мен Ақсу қаласында күресте еңбек етемін. Жанияның әкесі. Жанияның әкесі. Көп еңбектенемін. Туған өлкем дамуында үлес қосқаныма мен бақыттымын. Біздің отбасымыз бақытты отбасы, е? Біз де бақыттымыз. Бақыт деген ол не? Бақыт деген балалар кәнеки ортаға шығып біздің сүйікті тақпағымызды айтайықшы, тақпақ өлеңімізді. Мұқағали Мақатаев, үш бақыт. Ең бірінші бақытым халқым менің. Соған берем ойымның алтын күнін. О бар болса, мен бармын. Қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан арқам менің. Ал екінші бақытым тілім менің. Тас жүректі тілімнен тілім дедім. Кейде дүниеден түнілсем де, қасиетті тілімнен түнілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе, отан деген. Отыр соңге жалғанда жамбарсың ба? Ойланбай келдіғі отан менен. Келесі тапсырма. Тату, тәтті, ең бақытты жанұяда бір ана, бір әке, екі әже, өз әжемен нағашы әжелерім, екі әже, екі ата, және үш бала. Тату отбасыда неше бала? Неше адам? Ал, мұқият боламыз. Ал, кім? Тез және дұрыс шеше. Балалар, мен бәрін түсіндім. Мен сендермен дос болайынсың. Әрине дос боламыз. Кәне шықтайық. Тамаша балалар. Мен сендерге бір сыйлыға келдім. Қараңдаршы балалар, Жаманбек бізге сыйлыға келді. Қандай керемет, жүрекше. Балалар, маған осындай бір ой келді. Жаманбек, біз осы жүрекке көптеген ізгі тілек айтайықшы. Еліміздің елеулі азаматтары болсын. Жақсылық қуат берсін. Табиғатымыз шайлай берсін. Ақсуымыз жайна берсін. Ата-анамыз аман болсын. Бәрі дос болсын. Еліміз тыныш болсын. Көп
Жақсылық көп болсын. 1, 2, 3. Сәлеметсіңдер ме балалар? Мамасы келіпті бізге қонаққа. Мен осы балабақшада балалар тәрбиешінің көмекшісі болып жұмыс жасаймын. Білесіңдер ғой, иә? Мен балалар таза жерде өссін деп еңбектенемін. Рахмет сізге Айгүл апай. Алғысым шексіз сіздерге де балалар. Сендерде бүгін осындай мереке болып жатыр. Өзін-өзі тану арқылы менің қызым мені таңғалдыртты ғой. Ол маған, ана, мен сені жақсы көремін, мен сенімен бағалаймын сені, мен сені сүйемін, мақтанамын деген сөздерді маған жиі айтады ғой, білесіңдер ме? Және де балалар, отанымды сүйемін дейді, табиғатымды қорғаймын дейді. Сол сөздермен мен қатты таңғалдым бұл қызыма мен. Сосын балалар, осы өзін-өзі тану арқылы сендерді жақсы тәрбиелейді деп ойлаймын балалар. Осы өзін тану арқылы сендер жақсылыққа, мейірімділікке, қамқорлыққа ән арқылы мен сендерге сол сияқты жеткізіп берейін деген. Және сол ән арқылы қызым маған көмектеседі.